Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді ресторандағыдай борщ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Яғни бізге керек болады піскен ет, 2 штук картошка, сәбіз, капуста, қызылша, сәбіз және лимон керек болады. 1 литр ет, 5 бармақтан қалған сорпа және 1 литр қайнаған су құямыз. Және оны қайнатуға қоямыз. Сол аралықта біз капуста мен картошкаларды турап, дайындап қоямыз. Капустаны майдалап тураймыз. Сіздер егер сорпа болмаса, 5 бармақтан қалған просто қуырып, кәдімгі сорпа дайындағандай жасауларыңызға да болады. Бірақ мен осылай дайындаған кезде өте дәмді шығады. Сол үшін мен осылай дайындаймын. Сіздер де осылай дайындап көруге кеңес беремін. Және осы туралған картошка, пияз және капустамызды сорпаға құйып, оның қайнап піскенін күтеміз. Сол аралықта сәбіз бен қызылшаны терканың майда көзін алып, өткізіп аламыз. Майда көзінен өткізгендеріңіз жақсы, себебі өте дәмді шығады. Дәмдері борщқа өте бір әдемі дәм беріп тұрады. Грубый болып тұрмайды. Сол үшін де майда теркадан өткізгендеріңіз жақсы. Содан кейін біз сковородкаға кішкене май құйып, қатты көп құйып жібермеңіздер, себебі сорпаның өзінде де май бар. Сол үшін аз ғана май құясыздар. Пияз салып, оны шамалы қуырғаннан кейін үстіне теркадан өткен сәбізімізді салып 5 минуттай тағы да қуырып аламыз. Содан кейін қызылшамызды үстінен саламыз. Оны да бір 5 минуттай қуырып аламыз. Және осы біз лимонды, осы қуырылып болғаннан лимон қосамыз. Ол лимон бізге мына қызыл түсін, қызылшаның қызыл түсін сорпаға салған кезде түсін жоғалтпас үшін және де бір ерекше дәм беру үшін қосамыз. Лимонның жартысын осылай сығып аламыз да араластырып аламыз осылай. Содан кейін барып 1-2 ожауда, яғни қызылшамыз батып тұратындай етіп 1-2 ожау сорпамызды үстінен құямыз. Сөйтеміз де 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Сол аралықта біз сорпамыздың дәмін көреміз. Оған өздеріңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш пен тұз қостым. Дәмі толық әдемі болып дұрыс болғаннан кейін үстіне жаңағы капуста немізді, қызылшамызды құятын боламыз. Толығымен араластырамыз. Содан кейін тағы да бір 5-10 минутқа оттың астын жайге қойып, тағы да бір 5-10 минутқа қойып қоясыздар да ше берулеріңізге болады. Міне дайын болды. Өте дәмді шықты. Ас болсын. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.